Саламатсыздар ма, құрметті магистранттар? Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы ауаның санитарлық микробиологиясы. Бұл дәріс тақырыбы да 2 сағатқа шақталып жасалынған. Жоспарында 4 сұрақ топтастырылған. Бірінші сұрақ: ауа микрофлорасы, ауаның биологиялық контаминациясы. Екінші: ауаны санитарлық микробиологиялық зерттеу мақсаты, әдістері. Келесі үшінші сұрақ: ауаның ластануын бағалаудың критериялары. Соңғы сұрақ: ауа жұқпалы ауруларды тасымалдаушы фактор ретінде. Атмосфера микробиологиясы. Ауа экожүйесі қоршаған ортаның басқа нысандарымен су және топырақпен салыстырғанда өзіндік ерекшеліктермен сипатталады. Атмосфералық ауа микроорганизмдердің нағыз тіршілік ортасы бола алмайды, бірақ олардың кеңінен таралып кездесетін орны болып саналады. Яғни ауа қай жерге кіре алатын болса, сол жерде микроорганизмдер міндетті түрде кездеседі. Микроорганизмдер ауа ағымымен кез келген жерге таралады, сол себепті құрамы өте тұрақсыз. Микроағзалардың түрлік сипатын алдын ала болжау мүмкіндігі жоқ. Өсімдіктер мен жануарларға тән оқшаулау немесе бөлектеу факторы ауа микроағзаларын зерттеуде қолданылмайды. Ауа микрофлорасын зерттеудің маңызына тоқталатын болсақ, бірінші, ауа микроағзаларының биологиялық қасиеттерін, физиологиясын білу, олардың тіршілігін басқаруға, бірлестіктегі түрлі микроорганизмдер арасындағы байланыстар механизмін бақылауға мүмкіндіктер туғызады. Екіншіден, ауа арқылы таралатын жұқпалы аурулардың алдын алуды жүзеге асыруда ауа қоздырғыштарының ерекшеліктерін білу мүмкіндігін береді. Үшіншіден, ауа микроорганизмдері түрлерін білу, түрлі өнімдерді өңдеу, сақтау кезіндегі микробиологиялық процестерді жүргізуде, оларды өндірісте және ауыл шаруашылығында тәжірибелік мақсатта тиімді пайдалануға мүмкіндіктер береді. Ауа микрофлорасының сипаттамасы. Микроорганизмдер саны ауаның жоғарғы қабатына қарай біртіндеп азая бастайды. Бүгінгі күні олардың кездесетін жоғарғы шекарасы әлі анықталмаған. Ауаға микроорганизмдер ашық су көздерінен булану, шаң тозаңдар көтерілгенде түседі де, қайтадан солармен бірге жерге қонады. Егерде жер бетіне шөгіп үлгермесе, ауадағы микроорганизмдердің басым бөлігі қырылады. Сондықтан атмосфералық ауа микроорганизмдерінің саны мен сапасы топырақтағы және сол аймақтағы ластанған су көздерінің микробтық құрамына байланысты болады. Құрамында органикалық заттары көп, өңделген топырақтың бетіндегі ауада микроорганизмдер көп кездеседі. Ал құмды жел тұратын жерлердегі ауада микробтар саны өте аз. Ауада микроорганизмдерге күннің ультракүлгін сәулесі бактерицидтік әсер береді, қырады яғни. Сонымен қатар температуралық ауытқулар, кептіру, қоректік заттардың болмауы олардың сақталу мерзімін қысқартады. Ауа микроорганизмдерінің түрлік құрамы кездейсоқ сипатта болады және үнемі өзгеріп отырады. Ауа микрофлорасы. Ауа микрофлора арасында негізінен пигмент түзетін бактериялар басымдықпен кездеседі. Ультракүлгін сәулесіне түрлі түсті бактериялар түссіз бактерияларға қарағанда төзімді келеді. Сондықтан да ауада олар жиі кездеседі. Соның ішінде спора түзетін микроорганизмдер споралыларға қарағанда аз болады. Жыл мерзіміне байланысты ауа микроорганизмдердің саны мен сапасы да өзгеріске ұшырап отырады.
Олардың аз болатын мерзімі қыс, ал көп болатын кезі жаз айы. Көктем мен күзде олардың саны аса көп болмайды. Сіздердің алдарыңыздағы сұлба суретте ауа микрофлорасының сапалық құрамы, түрлі құрамы туралы көрсетілген. Бұнда негізінен аталғаны пигментті бактериялар, олардың түрлері өте көп. Актиномицеттер, жең саңырауқұлақтары, аштықлар және вирустың бірнеше түрлері кездеседі. Ауа микрофлорасының құрамына әсер беруші факторлар. Ашық жерлерге қарағанда жабық бөлме ауасында микроорганизмдердің сапалық сандық құрамы сандық тұрғыдан алғанда көп болады. Мысалы, бөлме ауасының 1 метр кубында олардың саны 100 мыңға дейін жуықтауы мүмкін. Ауа микрофлорасында споралы микробтар, сарцина, аштықы, жаңағы айтқан актиномицет, зең саңырауқұлақтары осы жабық бөлме ауасында да жиі кездеседі. Олардан басқа жабық ортада адамның тыныс жолдарынан микробтар түседі. Жабық орта ауасының құрамына, яғни жабық бөлме ауасының құрамына тікелей әсер беретін факторлар: бөлменің көлемі, ауданы, неғұрлым бөлме үлкен болатын болса, биік болатын болса, оның дағы микробтар құрамы мөлшері аз болу керек. Сонымен қатар бөлмедегі адамдардың саны, тығыздығы, бөлменің желдетілуі, бөлмеде жүргізілетін ылғалды тазалық жұмыстары, жарықтың түсуі сияқты факторлар тікелей әсерін береді. Бөлме ауасын микробтардан тазарту мақсатында арнаулы санитарлық гигиеналық ережелер сақтау ұсынылады. Бұл енді жабық бөлме ауасына қатысты айтылған мәселе. Бұл жерде өздеріңізге белгілі жабық бөлме ауасын дезинфекция жасайтын тәсілдерді біз сабақтың алдыңғы тақырыптарында өтіп кеттік. Бактерицидті, кварцтау деген, дезинфекциялық ерітінділермен жуу деген сияқты шаралар арқылы орындалады. Ауаның санитарлық гигиеналық жағдайының көрсеткіштері. Ауаның санитарлық гигиеналық жағдайы келесі микробиологиялық көрсеткіштермен анықталады. Біріншіден, 1 метр куб ауадағы микроорганизмдердің жалпы саны. Екіншіден, санитарлық көрсеткіш микробтардың индексі. Бұл да 1 метр куб ауадағы гемолитикалық стрептококка мен алтын түсті стафилококктардың саны. Бұл екі аталған бактерия, бұл аурудың қоздырғышы болып есептелінеді. Жабық бөлме ауасына ауру адамның жоғарғы тыныс жолынан немесе бактерия тасымалдаушылардың тыныс жолдары арқылы түсетін болады, және олар анықталынатын болса, ауада бұл бөлмені дезинфекцияға міндетті түрде жатқызылу ұсынылады. Бұл бактериялар, жаңа айттық, жоғарғы тыныс жолының қауіпті микрофлорасының өкілдері де болады. Ауалы тамшылы жолмен беріледі. Сондықтан патогенді микроорганизмдер қатарында болғандықтан бұл санитарлық көрсеткіш микроорганизмі ретінде алынған. Ауада спора түзетін бактериялардың болуы ауаның топырақ микроорганизмдермен ластанғандығын көрсетеді. Себебі, білесіздер, спора топырақта көбінесе аз жағдайда суда түзіледі. Ал грамм теріс бактериялардың көрінуі, ауада табылуы, бұл антисанитарлық жағдайдың көрсеткіші. Өйткені сіздер білесіңіз, грамм теріс таяқшалардың көпшілігі бұл шекте тіршілік ететін бактериялардың өкілдері, яғни ауада да
нәжістік ластанудың белгісі бар дегенді болжайды. Емдеу мекемелерінің ауасын бағалау үшін ұсынылатын арнайы нормативті құжаттар бар. Олар сол мәліметтерді қолдану арқылы баға береді. Келесі суреттерде ауа микроорганизмдерінің морфологиялық түрлері көрініс тапқан. Жаңа жоғарыда да айтып өттік, ауада көбіне кездесетін бұл зең саңырауқұлақтары және аштықлар дедік. Олар өте көп кездеседі, көгерткіш саңырауқұлақтар дейді. Бұл жерде солардың өкілі пенициллиум және аспергиллус. Олардан басқа актиномицет, микрококкус, стрептококкалар кездеседі, сарциналар кездеседі. Бұлардың басым бөлігі жаңа айтып кеткендей пигмент түзетін бактериялар, микроорганизмдер. Пигмент өздеріңіз білетіндей ауаның ультракүлгін сәулесінен, күннің ультракүлгін сәулесінен оларды қорғайды, ал біздер үшін ол пигменттің түсін анықтау, оларды ажырату мақсатында қолданыс табады. Ауа микрофлорасын зерттеудің әдістері екеу. Бұл өздеріңіз бірінші бастапқы сабақтың тақырыптарында айтылып кеткендей, седиментация әдісі, кох әдісі және аспирация әдісі бұл кротов құрылғысын қолдану арқылы жүргізілетін болады. Анықтайтын көрсеткіш жаңағы айтып кеткен жалпы микробтардың саны және санитарлық көрсеткіш микроорганизмдерді анықтау болып табылады. Келесі дәрісімізде біз тереңірек осы ауа микрофлорасын зерттеудің әдістеріне, олардың жүргізілу тәсілдеріне және көрсеткіш микроорганизмдердің сипаттамасына тоқталатын боламыз. Сонымен бүгінгі дәрісіміздің соңына жеттік. Назарларыңызға рахмет.